Төрағасы, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Толымбек Әбдірайым, құрмет қошеметтеріңіз. Қош қаласы тілдер оқыту орталығының басшысы Мұсаева Алия Қуатжанқызы. Ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Серікбай Әбілмәжін. Қош қаласы әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Дәулетқали Асау, құрмет қошеметтеріңіз. Қазір қасымен танысып алдық. Енді бүгінгі байқауда бағын сынауға келген қатысушылардың Сәкен Жүнісов Сақал Бәтеке. Бөтеннің босағасына жана жеткен су жаңа Бәтеке жан-жағына тосырқай қарады. Өңші мұсқынсыз ескі қысқа аяқ киімдер табалдырықтан төреге қарай шашылып жатыр. Табаны сөгіліп, тістері ырсиған бір салпа ауыз етік, бір жақ жамбасына қарай қисайған құныс Бәтеке қойышы бүктетіліп мыжырайған пима. Қалай болса солай, үйме-жүйме болып жатқан аяқ киімдерді бұрын көрмеген жаңа Бәтеке таң қалды. Бір кезде оның тап алдында тұрған салтақ-салтақ бір қисық өкше Бәтеке сөйлеп қоя берді. Ей, қайдан келдің? Кімнің Бәтекесісің? Мен ба? Мен болаттың Бәтекесің. Көрші ауылдан келдім. Ал өзіңші? Мен ол жердегі Шолақ деген баланыкімін. Ал шыққан жерім Алматы аяқ киім фабрикасы. Онда жерлес болдық қой. Жерлес қана емес, екеуімізде бір күнде шықтық, құрдаспыз. Қойыңыз, сіздің әлбетіңізге қарағанда кемінде менен 2-3 жас үлкен шығарсыз. Бауырмай, мазақтайсың ғой. Менің жер басып жүргеніме 2 ағай. Маған да солай. Сол 2 айдың ішінде мен көрген азапты көрсең, жанымнан түңілер едім. Ол не азап соншама? Егер тыңдасаң айтайын, бәрібір қайда асығып барасың. Біздің үйде Шолақ деген бала бар. Ол қашан үйдің астан кештен шығармай, ойнауға жібермейді. Бір күні мені дүкеннен сатып әкелмесінен қолда аяққа тұрмай, мені көкем сатып алып берді, міне көрдіңдер ме деп айтты. Сол кезде достары да оны мақтана жөнелді. Болғанда су өтпейтін шығар, деді біреуі. Су тігілетін білгенім жоқ, деді. Ой, бауырмай, қайтейін. Сол күннен бұлай табанымыздан, көзім балшықтан бір арылып көрген емес. Егер бір күні үйдің астына ойнап жүрген Шолақ мені шешіп алды да, бұзау байытын қазақтың басын іліп қойды. Күздің бір жазға бергізді Шолақты күні. Ғұмыры күннің жүзін көрмеген, ол танымайды. Жылу тиген соң тұла бойымды қалғи бастап еді. Әлде бір нәрсе тұсынан зу ете шықты. Көзімді сығырайта башай бергенімше болған жоқ. Көзім оң жақ езуімнен бір нәрсе сарт ете түсті. Көзімді қарауытап кетті. Одан арғысын білмеймін. Маған жұдырықтай тұмсығыма, табаныма, жұлығыма, көзіме сарт-сұрт тиіп жатыр. Сөйтсем мені кептіргелмей, қара ұлып атуға ілген екен. Қайтейін, өне бойымды тасқа ілгізіп, өне тайымды тасқа ілгізіп, қаралап, қиқылдап сиқылдатып қайтан киіп алды. Шиқ-ширетіп мойнымды баса кете бардым. Бәтекем қалай сиқырлайды? Қабақ жыртылған ішкі қабаққа тигенін қайдан білсін? Басқа балалар сияқты доп тепкен бір сірі Шолақ кейінгі кезде өгіздің топқан жілігін тауып алды да, оны мектепке жеткенше, одан үйге келгенше сол жіліктің басын текпілейді. Бауырмай, айта берсең көрген қорлық толып жатыр. Қалай осындай тепкінің астын жүріп, қалай тозбасын? 2 ай маған 2 жылдай болды ғой. Осынша азапқа салғанша тым құрмаса сені бір мезгіл крем деп қоймады ма? Бауырым, түсіне алмай қалдым. Крем дедің бе? Ол не зат? Крем деген ол май. Оны жақсан денең жадырап, өнің кіріп қалады, тез тозбауға жақсы болады. Ойбай, бауырмай, қайтейін. Ондай майыңды жақпақ түгілі, тұмсығымыздан бір ескетпей қойды ғой. Әлгі сыңарың қайда? Қайда кеттейсің ол байғыз? Жатқан шығар осында. Әлі жатыр ол қисайып. Ол екеуміз үйге келгенде басымызды қосылып көрген емес. Шолақ босағадан өте бері екеумізді бауымызды шешпестен 2 жаққа лақтырды. Содан қашып келгенше бір-бірімізді көру жоқ. Әлгі ана бауырың аман ба? Ғаріптің күні менен төмен. Қайтесің оны? Кінәлама, сақау.
Сақауы қалай? Оған не ол? Тілі жоқ. Тілі қайда? Анада әлгі шоғамыз бар емес пе? Әлгі шоғамыз таспа ататын ракөткемен немене, сол ракөткенің былғарысын таба алмай оның тілін суырып соған саған. Жаңа бәтеңкенің тұла бойы тітіркеніп кетті. Бір жағынан шолақ сияқты, ұқыпсыз, салақ сияқты балалардың қолына түспегеніне мәз болып билей жөнелгісі келді. Бозторғай пыр етіп аспанға көтерілді. Дүние жүзінде менің мекенімнен жақсы, менің қонысымнан жайлы еш жер жоқ. Менің мекенімнен, менің қонысымнан деп әнге салды. Құрбаққа шыққан құмырсқа тағы да ілгері қарай жүре берді. Әлден уақытта аспанға қара бұлт үйіріліп, жауын жауа бастады. Ол шаршап, қалжырап отырып, дүниедегі ең қолайсыз жер осы болды-ау, жауыны қандай қатты еді деп қамықты. Жауын құрттан жыбырлап шығып, «Эх, шіркін, жауынды жерге не жетсін? Жердің ылғал тартып тұрғаны қандай рахат!» деп мәз-мейрам болып жатты. Қан сонардан басқа сонар бар ма? Атам жауап бермес бұрын біраз күліп алды. Ай балам, сен қан сонардан басқа сонар білмейсің бе? Қан сонардан басқа... Ай сен осы тоңып тұрған жоқсың ба? Жерге барып бір ауырып алсаңшы. Жоқ ата, тоңғаным жоқ. Егер тоңсам айтармын. Жерге түссем әңгіме аяқсыз қалатындай. Жақсы, тоңсаң айт, үсіп қалып жүрме. Не айтып жатқан едім? Қан сонардан басқа сонар? Білмейсің бе сонда? Қан сонардан басқа ұзақ сонар, келте сонар бар ғой. Ұзақ сонар жауған жаңбырдың кешкі мезгілі.